осындай ең оңай печенье жасау рецептімен сіздермен бөліскім келеді. Мен бұны күн ара жасаймын. Ол үшін 3 жұмыртқа қосамыз. Үш қасық қант қосамыз. Араластырамыз. Қаймақ қосамыз. 4 ас қасық. Араластырамыз. Сары майды осындай ерітпей осылай қоссақ қытырлақ болып шығады. Печеньеміз песочный болып шығады. Кішкене тұз қоссаңыздар болады. Және де 4 стакан ұн қосамыз. Үстіп нан илейміз. Нанды екіге бөлдім. 2 қамырға бөліп, үстіп жайып аламыз оқтаумен. Сосын домалақ формамен кесеміз. Формалар печеньеге арналған форма болса, тек жақсы. Сосын духовкаға 200 градуста 25 минуттай пісіреміз. Печеньеларымыз дайын болды. Міне, астарыңыз дәмді болсын.